Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз қазақ тілі мен әдебиет пәнінің және методика пәндерінен ұлттық бірыңғай тестілеуде келетін тесттерді талдап өтетін боламыз. Егер де сіздерге бұл тесттердің электрон нұсқасы қажет болмаса, төмендегі сілтеме арқылы өтіп WhatsApp желісінен ала аласыздар. Бұл бірақ тегін емес, келісімді бағада болады. Енді тесттерді қарап өтетін болсақ, жалпы бірінші оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты дейді. Кері байланыс. Оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісін көрсетіңіз. Өзгелерді оқыту. Оқу нәтижелерінің 5 түрі анықталған. Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі. Білімнің сандық ұлғаюы. Егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алу қабілетін танытса, онда оны ең үздік оқушыны анықтау өлшемінің қайсына жатқызуға болады? Шоғырлану. Зерттеушілік әңгімеге тән белгілер. Әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен мұқият бағаланады. Сабақты зерттеу тәсілін жүзеге асырудағы бастапқы кезең дейді. Сабақты бірлесіп жоспарлау. Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі. Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау. Дарынды және талантты балалардың анықтау өлшемдерінің ішіндегі өз білімін жетілдіру өлшеміне сәйкес келетін сипаттама. Олар өздерінің оқуларын реттей алады. Мұғалімнің жаңа педагогика мәтінінде акті қолдану мәселелерін білдіреді. Редакциялау үдерісіне ойлармен алмасу. Жапонияда сабақты зерттеу нәтижелері барлық мұғалімдер үшін жүйелі түрде жарияланады. Дарынды және талантты оқушыларды ынталандырып және әлеуетін дамытудағы тиімді тәсілдер: экстернат және зияткерлік тапсырмалар беру. Қазақ халқының лиро-эпостық жыры Қозы көрпеш Баян сұлу. Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі. Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау. Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шарты. Бағалау сипатын өзгерту. Мұғалімнің көзқарасы қабылданған шешімнің және іс-әрекетінің негізі, ұстаным. Оқудағы кедергілерді анықтау үшін өзіндік түзетуден кейін тестілеуді қайталап өткізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз. Оқудағы қиындықтарды анықтау. Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық коммуникациялық технологиялардың көмегімен ұсыну және сұхбаттасу аспектілері арасындағы сәйкестік. Оқушылардың жұмыстармен айырбастауы.